Сәлем достар. Салли есімді қыз отбасымен жаңа үйге көшіп келді. Үйге сөз жоқ, өте керемет. Алайда оның подвалында кішкентай қаншыр құбыжықтар мекендейді. Сіздермен бірге әдеттегідей Нурик. Бүгінгі видеода Не бойся темноты фильмі. Ендеше қараңғы жерге жайғасып, жейтін ішетін заттарыңызды дайындап алыңыздар. Ал мен бастаймын. Атақты жазушы әрі суретші Блэкфуттың үйі. Үй қожайыны Блэкфут подвалда жүріп, үй қызметшісін шақырады. Қызметші түсіп келе жатып, жіпке сүрініп құлайды. Блэкфут оның тістерін жұлып алып, пешке әкеліп ритуал ұйымдастырады. Сосын сендерге тіс әкелдім, баламды босатыңдар деп жалынады. Пештің ішіндегі белгісіз тіршілік иесі бұған ашуланып, Блэкфутты өзіне тартып алады. Біздің заманға оралсақ, Салли есімді кішкентай қыз Лос-Анджелестен келді. Оны әкесі Алекс күтіп алады. Саллидің ата-анасы ажырасқан, қыз анасымен бөлек тұрады екен. Алекс қызын Киммен таныстырды. Ким Алекстің болашақ әйелі. Отбасы жиналып үйге бара жатыр. Сосын фильмнің басындағы Блэкфуттардың үйіне келеді. Салли үй ремонтына жауапты мистер Харриспен танысты. Отбасы үйге кірді. Алекс жұмыс жөнінде біреумен сөйлесіп, екінші қабатқа шығып кетеді. Ким мен Салли үйдегі кітапханаға келді. Ким оған жануарлар бейнеленген барлық картинкаларды үйдің бұрынғы қожайыны Блэкфуттың салғанын айтады. Саллидің көңіл күйі жоқ. Ол әкесіне тастап кеткен үшін анасына ренжулі. Алекс қызына жаңа бөлмесін көрсетті. Салли әкесінен бұл үйде қашанға дейін тұрам деп сұрайды. Сосын ұзаққа қалатынын біліп көңіл күй түседі. Бағана үйге келмес бұрын Салли дәрі ішкен еді. Бұл Адерал екен. Бір кезде Салли әкесіне сен анамды кәрі болғасын тастап, жас әйелге кетіп қалдың деп жылай бастайды. Бұны естіген Ким өзін кінәлі сезініп қалды. Түнде Ким Алекске қыздың алдында қатыгез әйел көрініп қалғанын айтады. Алайда Алекс кішкентай балалар сондай болады, көңіліңе алма деп жұбатты. Оларды Салли вентиляция арқылы естіп тұр. Келесі күні Салли бақта ойнап жүріп бір нәрсені байқап қалады. Харрис оны байқап бірден шығарып алды. Алекс пен Ким келгесін, қызы жасырын подвалды тауып алғанын айтады. Алекс шөптерді сырып, шынымен де подвалды көреді. Алекс үйге келіп, залдағы қабырғаны бұзады. Сосын подвалға кіреді. Салли да бірге кіріп пешті байқайды. Бір кезде пештің ішінен «Салли» деген дыбыс шығады. Адамдар жоғарға кетті. Ал пештің ішіндегі дыбыстар қыз қайтып келе ме жоқ па деп әңгімелесуде. Салли бөлмесіне келіп, әлгі пештің суретін салады. Сосын қайтадан подвалға түспек болады. Қыз әкесінің инструмент арқылы пешті ашуда. Арғы жақтан бізді босат деген дыбыс шығады. Салли әлгі дыбыстың кімнен шыққанын көрмек болғанда, әкесі келіп кешкі асқа шақырады. Қыз пештен біреудің даусын естігенін айтты. Алекс тыңдап көрді. Алайда ешқандай дыбыс естімеді. Алекстің жолы болды. Тағы да бір секунд тұрғанда, әлгі нәрсе оның құлағын тесетін еді. Салли кетейін деп жатып, пештің ішіндегі тіршілік иесінің соңғы болтты шешіп жатқанын байқайды. Қыздың қызығушылығында шек жоқ. Ол пешке басын тығып, тіс толы тарелканы көреді. Сосын әкесі шақырып кетіп қалады. Тордың ішіндегі нәрсе енді бостандыққа шықты. Кешкі ас кезінде Салли алдына қойылған күрішті жемейді. Себебі анасы зиян деп айтқан. Алекс ашуланып, тамақ ішесің, ішпесең ұйықтауға кетесің деп шарт қойды. Салли ренжіп бөлмесіне кетіп қалды. Үстел басында жеке қалған Алекс пен Ким онымен не істейміз деп ойланып отыр. Түнде Алекс Саллидің анасымен сөйлеседі. Сөйтсе Салли бұнда әкесінің емес, анасының қалауымен келген екен. Бұны Салли естіп қалды. Қыз бөлмесіне келсе, ойыншық қонжығы қозғалып тұр екен. Салли оны ұстамақ болғанда, бейтаныс тіршілік иесі оны шошытып жібереді. Қыз жарық жақты. Сосын жарықты өшір, біз дос емеспіз бе деген сыбырды естиді. Дәл сол сәтте бөлмеге Алекс келеді. Салли ойыншығын іздеп жүргенін айтады. Алекс төсектің астынан тіс тапты. Сосын қызын Киммен достасуға шақырады. Келесі күні Алекс ұстарасының жоғалып кеткенін байқайды. Ал Кимнің көйлегі жыртылып қалған. Салли болса жастығының астынан біртүрлі тиын тауып алады. Саллидің бөлмесіне Алекс келіп, көйлекті сен жырттың ба деп сұрайды. Қыз мен емес деп ақталуда. Өкінішке орай әкесі сенген жоқ. Алекс пен Ким қызды үй қызметшісі миссис Эндрихиллға тапсырып, жұмыстың шаруасымен кетіп қалды. Салли вентиляция құрбысынан әлгі құбыжықтардың даусын естиді. Ол Кимнің көйлегін жыртқан сен бе деп сұрақ қояды. Жауап келген жоқ. Қыз пешке келіп, жаңа достарына жүзін бермек болды. Алайда күтпеген жерден Харрис келіп қалып, үй қызметшісіне көмектесіп жіберуін өтінеді. Қыз кеткесін Харрис пешті жаппақ болды. Бірақ та оның бұл ісі кішкентай құбыжықтарға ұнамады. Құбыжықтар оны өз қаруымен өлтірмек. Жарақаттанған Харрис миссис Эндрихиллді шақырып, жедел жәрдем шақыруын өтінеді. Сосын залға келіп, есінен танып құлайды. Үйге Алекс пен Ким келді. Олар хабарды естіп шок болады. Ким Саллиді іздеп, ағашта отырған жерінен тапты. Қыз тағы да көйлекті жыртпағанын айтады. Әйел оны құшақтап, сөздеріне сиретінін көрсетті. Кешкі Алекс қызының бөлмесінен тапқан тиынды Кимге береді. Салли кітапханаға келіп, анасына соғып алып кетуін өтінеді. Алайда анасы әкеңмен тұрған дұрыс деп трубканы қойып тастайды. Түнде Саллиді әлгі құбыжықтар оятады.
Қыз көрпесін көтеріп, осы күнге шейін сөйлесіп жүрген досының түрін көреді. Алекс қызының айқайын естіп бөлмеге келді. Құбыжықтар вентиляцияға тығылып үлгергендіктен жұп оларды байқаған жоқ. Салли подвалда өмір сүретін кішкентай құбыжықтар туралы айтты. Бірақ та әкесі қорқынышты түс көрген шығарсың деп мүлдем сенбейді. Ертесі күні Алекс қызына психиатр әкелді. Қыз бар білгенін айтып берді. Тіпті құбыжықтардың суретін салады. Әңгіме аяқталғасын қыз фонтанға келді. Психиатр Алекс пен Кимге қыздың бәрін ойдан шығарғанын айтады. Сосын емделуге дәрі жазып береді. Ким Саллиге сенгісі келеді. Ал Алекс болса оның ауру екеніне толықтай сенімді. Ким ауруханадағы Харриске келді. Харрис оған қызға дереу үйден қашу керектігін айтады. Харрис: менің атам Блэкфут жоғалып кеткесін пешті кілттеп, подвалды жауып тастаған болатын. Дереу кітапханаға барып, бұл туралы дерек ізде деп Кимді үйге жібереді. Бұл уақытта Салли ваннада отыр. Қатыгез құбыжықтар жарықты өшіріп, есіктің құлпын сындырып тастайды. Салли ештеңе түсінбестен қараңғыда қалды. Ким қала кітапханасына келді. Кітапханашы оған Блэкфуттың салған суреттерін көрсетеді. Сосын оның белгісіз тіршілік иелеріне сенгенін айтады. Кітапханашы әлгі құбыжықтар туралы жазылған парақты көрсетті. Ол жерде құбыжықтардың жыл сайын адам өлтіріп, ритуал жасайтыны және олардың балалардың тісімен, сүйектерімен қоректенетін туралы жазылған. Сосын оларға тіс берсе, түнде жастықтың астына күміс тиын тастап кетеді екен. Ким қорқа бастады. Бұл уақытта Салли әлі ваннада жүр. Ол есікті аша алмауда. Бір кезде әлгі құбыжықтар Саллиге шабуыл жасайды. Қыздың айқайын естіген үй қызметшілері көмекке келді. Олар ваннаның есігін сындырып, қызды дер кезінде құтқарып қалды. Ким хабарды естіп Саллидің бөлмесіне жүгірді. Алайда қыз үйде жоқ. Ким Алекспен бірге үйдің жан-жағын іздеуді шешті. Жолда әйел оған Блэкфут туралы шындықты және де дәл соның оқиғасы Саллиде қайталанып жатқанын айтады. Бір кезде жұп қызды көріп қалады. Үйдегі жағдайға қарамастан Салли қалатын болып шешті. Үйге келгесін Ким кешкі астан соң үйден қашатындарын айтады. Әйел қыздың сөмкесінен Алекстің ұстарасын тауып алады. Салли оны қорғану үшін алғанын, сосын әлгі құбыжықтардың жарықтан қорқатыны туралы айтады. Кимнің басына идея келді. Кешкі асқа қонақтар келді. Алекс оларға үйді көрсетуде. Ал Салли фотоаппаратпен жан-жақты түсіріп жүр. Камера суретке түсіргенде жарық қосылады. Құбыжықтарға қарсы керемет қару. Бір жағынан оларды түсіріп алуға болады. Ким қыздың суретін көрді. Сосын Блэкфут салған суретке қатты ұқсайтынын түсінді. Ол Алекске суреттерді көрсетіп, қыздың шынымен де қауіпті екенін айтты. Бұл уақытта Салли құбыжықтардың бірін фотоға түсіріп алады. Ол суретті әкесіне көрсеткісі келді. Алайда Алекс оны байқамайды. Салли ренжіп, жиынды бұзбас үшін үстелге отырды. Ал құбыжық болса суретті жыртып тастайды. Салли оны түсіру үшін кітапханаға шейін қуады. Құбыжықтар сәтті пайдаланып қызға шабуыл жасайды. Салли қорғанып, бір жағынан суретке түсіруде. Кішкентай зиянкестер камераны тартып алды. Салли олармен күресіп, біреуін мыжып тастайды. Алекс қызының даусын естіп кітапханаға келді. Сосын қызының түсірген суретін көріп, қонақтарды үйіне жібереді. Қыз ұйықтағасын Алекс подвалға түсті. Сосын отбасына қауіп төніп тұрғанын түсініп, әйеліне қашуға дайындалуды бұйырады. Өзі болса көлігін оталдыруға кетті. Бір кезде гараждың есігі өздігімен жабылып қалады. Пульт орнында жоқ. Құбыжықтар Алексті құлатып, есінен тандырып тастайды. Сосын үйдегі жарықты өшіреді. Ким жіпке шалынып құлап қалды. Есін жиса, көз алдында әлгі құбыжық тұр екен. Салли оянды. Ол жерде жатқан Кимді табады. Дәл сол сәтте әлгі құбыжықтар келіп, Саллидің аяғына арқан орап, подвалға сүйрей бастайды. Алекс пен Ким естерін жиып, подвалға қарай жүгірді. Әйел қыздың аяғында байлаулы тұрған жіпті үзбек болды. Алайда құбыжықтар шабуыл жасап жеңістік бермеді. Ким ашуланып зиянкестің бірін өлтіреді. Ашуланған құбыжықтар Саллидің орнына Кимді алып кетеді. Арада бірнеше апта өткен соң, әлгі оқиғадан тірі қалған Алекс пен Салли үйге келіп еденге қағаз қалдырды. Олар кеткесін қағаз подвалға ұшады. Сосын әлгі құбыжықтар оны тартып алады. Подвалдан бізді тапқасын адамдарға шабуылдамаймыз деген дауыс шықты. Бір кезде Кимнің дауысы шықты. Әйел олар ұмытылмайынша күтеді деді. Достар, бұл фильмді мен бала кезімде көргенмін, және фильм психикамды бұзып жіберген. Талай түсімді көріп шошып оянған кездерде болған. Осы видеоны жасап отырып, маған әлгі құбыжықтардың кімдер және қалай пайда болғаны қызық болды. Және де интернетті ақтарып азандай мәлімет таптым. Сөйтсем, мыналардың аты гомункул екен. Олар типа зубная фея сияқты, но кішкене жаман түрі. 23 сантиметрлік гомункулдар жер астында мекен етеді, және 3-4 жылда бір шығып адам ұрлайды. Бір қызығы, олар адамды жемейді. Олар ұрлаған адамды өздері секілді сүмелекке айналдырады екен. Гомункулдар тек сүйекпен және тіспен ғана қоректенеді. Значит, Ким тірі, және ол да енді құбыжық тектес. Байқағанымыздай, гомункулдар өте ақылды. Олар бұрын адам болғандықтан ақыл мен сөйлеу қабілетін сақтап қалған. Құбыжықтар балаларды жиі ұрлайды, өйткені олар оңай алданады. Бала табылмаса, ересек адамды да ұрлай береді. Гомункулдардың қалай пайда болғаны туралы фильмде ешқандай ақпарат жоқ. Менің ойымша, оларды біреу эксперимент ретінде адам мен маймылдар алыстырып қолдан шығарған секілді.
Ал сіздің теорияңыз қандай? Ойыңызды комментарийда күтемін. Комментарийда ұнаған ең қызықты теорияны закрепке қоятын боламын. Ендеше сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.